Қазіргі таңда жасанды интеллекттің мүмкіндіктері шексіз. Біз енді оқушылардың болашақ мамандығына деген қызығушылығын арттыру үшін ерекше әдісті қолдана аламыз. Виртуалды аватар жасау. Оқушының қазіргі суретін алып, жасанды интеллект арқылы оның болашақтағы бейнесін жасап шығарамыз. Бұл бейне баланың таңдаған мамандығындағы келбеті. Мысалы, болашақ дәрігер, инженер немесе пилот кейпінде. Бұны бала өз көзімен көргенде шынайы таңғалыспен шабыт пайда болады. Бүгінгі күні бұл әдіс 10-11 сынып оқушылар арасында кеңінен қолданылып жатыр. Сонымен қатар жазғы лагерлерде де өте тиімді. Балалар өз фотосуреттерін болашақтағы мамандық кейпінде көріп, сол мамандыққа деген махаббат оянады. Бұл тек қызықты ойын емес, болашаққа деген сенімді қадам. Әсіресе дайын болған суретті принтерден шығарып, балаға қолына бергенде әсері ерекше. Ол өз болашағын өз көзімен көреді. Ендеше бастайық. Әріптестер, бұл сабақты бастамас бұрын сіздер рабочий столға папка дайындап алыңыздар да, папканың ішіне барлық оқушыларыңыздың суреттерін салып алыңыздар. Мысалы, мен 2 сурет салып қойдым. Және де pinterest.com сайтына кіріп, соның ішінен, мысалы, летчик деп жаздым. Мен летчиктің, мысалы, бір кез келген фотосын аламыз. Мысалы, міне ашып аламыз. Оң жағын басып, сохранить картинку как дейміз. Мысалы, бұл летчиктегі ұшқыш. Жаңағы рабочий столдағы біздің папкамыз, мамандық деген папкамызға саламыз. Мамандық. Ұшқышты салдым. Енді келесі pinterest.com-нан, мысалы, дәрігер. Күліп тұрған фотолар сәтсіз шығады. Ер бала болса, мұна фотоны алуға болады. Қыз бала болса, дәрігер. Фотоның үстінен басамыз. Үлкейген кезде оң жағын басып, сохранить картинку как дейміз. Мысалы, дәрігер. Дәрігер. Тура сол мамандық деген папканың ішіне саламыз. Екеу салдық, біз ұшқыш, дәрігер, мұғалім дейік. Мұғалім, учитель. Фотоның үстінен басамыз. Үлкен болған кезде сохранить картинку как дейміз. Мұғалім. Сақтадық. Кез келген поисковикке жазамыз. Facewapper деп жазамыз. Соның ішінде ең тез жасалатыны онлайн деп тұрады. Free iFacewap онлайн деп тұрады. Осыған барамыз. Астыңғы жаққа түссек, орысша дегенге барып аламыз. Астыңғы жаққа түссек, бірінші мамандықты қоямыз. Нажмите, чтобы загрузить дейді, ашамыз. Осының ішіне рабочий столдағы жаңағы мамандық деген папканы табамыз. Аштық. Мысалы, мен дәрігер болғым келеді. Мысалы, дәрігерді аштық. Дәрігерді. Нажмите, чтобы загрузить деген екіншіге оған оқушыларыңыздың фотосын саласыздар. Мысалы, мен Назымның суретін салайын. Начать замену лиц дейді. Бастадық. Мына жерге оқушының суретін саласыздар, мына жерге болашақ мамандықтың суретін саласыздар. Шықты. Скачать деп сақтап алуға болады. Көрдіңіздер, Тура осыны біз рабочий столға, мысалы, мамандық деген ішіне салып аламыз. Көрдіңіздер ме? Өшіреміз. Енді, мысалы, мұғалімнің фотосына, мысалы, мұғалімнің фотосын қойып, нажмите загрузить дейді, мысалы, екінші мен өзінің фотомды қояйын. Открыть. Начать замену лиц.
мұғалім. Менің фотом шықты. Жасанды интеллектпен тез ғана мамандық иесін алып шықтық. Ашамыз. Не? Так, менің фотом шықты. Осылай тез ғана фотоны ауыстырып алуларыңызға болады. Оқушыларға, мектеп оқушыларына жазсаңыздар, мектеп оқушылар қатты қуанады фотоларын көрген кезде. Сәттілік, тез үйреніп алыңыздар.